Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Бүгін көңіл-күйіміз қалай? Өте жақсы. Сабаққа дайынсыз ба? Жақсы. Бүгінгі сабақта барлығына сәттілік. Мамандықтар жоқ. Болашағы зор мамандар бар. Нағыз жетістік еңбекқорлықтан басталады. Еңбек еткен адам ғана биікке көтеріледі. Қазір халқы қашанда білім мен еңбекті жоғары бағалаған. Еңбек елдің тірегі, білім елдің болашағы. Кәсіби біліктілік табыстың кілті. Өз ісін жетік меңгерген адам ғана зор маман болады. Біздің болашағымыз білімді, еңбекқор, жауапты жастардың қолында. Әрқайсысы өз ісінің шебері болуға ұмтылуы керек. Мамандық емес, маман маңызды. Зор маман болу әрқайсымыздың қолымызда. Оқушылар олай болса, бұл бейне материалдан не байқады? Кім ойын айтады? Жақсы Жансая? Біз бұл бейнеролик арқылы Қазақстанның болашағы нағыз жастардың қолында, яғни болашағы зор мамандықтар жоқ екенін, ал болашағы зор мамандар бар екенін түсіне алдық. Нағыз жетістік пен нағыз маманның пайда болуы бұл зор бейнероликтен басталады. Жақсы, өте жақсы. Жарайсың. Оқушылар, біз алдыңғы сабақта қай тақырыпты қарастырған едік? Алдыңғы сабақта Енді сабағымызды сіздердің сабаққа дайындықтарын білу үшін мен сіздерге үй тапсырмасы бойынша бірнеше сұрақ қоямын сізге. Бұл қалай атаймыз? Кім айтады? Айнаның төбесімен сфералық геометриялық ось арқылы өтетін түзуді қалай атайды екенбіз? Ахмет айта ғой. Мөңе сәлна жақсы. Жақсы болса, жауаптарымызды тексеріп көрейік, иә? бейнеленген, яғни ол бойынша бізде зат оптикалық центрден арырақ орналасқан, яғни бұл жағдайды анықтайтын болса, суреттің, яғни заттың кесімі бізге кішірейтілген, шын және төңкерілген болып есептелінеді. Ол дүние сайына заттың кескіні жалған, тура немесе кішірейтілген болады. Ал олай болса сабағын сіздерге шамалы ой қозғау мақсатында бір эксперимент көрсеткелі тұрмын. Стақанға салынған қарындаш. Қарындашты алып қарасақ, бір түзу көрінеді бізге, иә? Енді стақанда суға салатын болсақ, не байқап тұрмыз? Тез болып тұр, сосын тағы не байқап тұрмыз? Сынық сияқты болып тұр, өте жақсы. Өзінің формасын Өзгерткен, өзінің пішінін өзгерткен. Яғни бізге қарындашымыз сынған сияқты көрініп тұр, иә? Негізінде бұл түзу қарындаш. Тақтада суретте қарайтын болсақ, стаканға салынған неміз бізде сынық сияқты болып көрініп тұр. Енді қалай ойлайсыңдар, біздің бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ? Сыну, яғни жарықтың сызуы туралы болмақ. Яғни олай болса бүгінгі тақырыбымызды жазамыз. Енді бүгінгі жаңа тақырып туралы кішкене бейнематериал көріп алайық, тақтаға назар аударыңыз. Екінші ортаға өткенде бағытын өзгертеді. Бұл құбылыс жарықтың сынуы деп аталады. Жарықтың сынуы орталардың оптикалық тығыздығына байланысты болады. Тығыз ортада жарықтың жылдамдығы азаяды. Шекараға перпендикуляр жүргізілген сызық нормаль деп аталады. Су және сыну бұрыштары осы нормальға қатысты өлшенеді. Жарықтың сыну заңы бойынша су бұрышы мен сыну бұрышы арасында байланыс бар. Бұл заң жарықтың әр ортада әртүрлі таралатынын көрсетеді. Жазық параллель пластинада сәуле екі рет сынады. Шыққан сәуле бастапқы сәулеге параллель болады. Сәуле жолын салу үшін алдымен тығыз ортадан сирек ортаға өткенде түсу бұрышы белгілі бір мәннен асса, толық ішкі шағылу байқалады. Бұл жағдайда жарық толықтай кері шағылады. Суға салбектерде қолданылады. Ол көру қабілетін түзетуге мүмкіндік береді. Толық ішкі шағылу оптикалық талшықтарда қолданылады. Жарық
ортаға келген кезде несі өзгертеді екен? Бағыты өзгертеді екен. Бұл құбылыс қалай аталады екен? Жарықтың құбылысы деп аталады екен. Енді жарықтың бұл заңы міне су бұрышы альфа бұрышы және сыну бұрышы гамма бұрышы. Бірінші орта n1, екінші бізде n2. Сонда су бұрышының синусы мен сыну бұрышының синусы орталарының сыну көрсеткіштері есептен байланысты болады екен. Енді жазу параллель пластинада сәуленің жолы қарастан түскен сәуле, сынған сәуле, но бізде шындық пластина көрсетілген шыққан сәулеміз біздегі бағының практикалықта қолданылуы қалай болады? Қай жерде қолданылған телевизорлар бізде узайдерге микроскопта қолданылады екен, призмалар, спектрометрлер қолданылады екен, оптикалық талшықтар бізде шешелерде ескерткен қолданылады. Олай болса, оқушылар өтілген тапсырмалар бойынша сыну заңына жеке жұмыс жасаймыз, яғни есептер шығарайық. Бұл есептер көрсетілген барлық жұмыс есепті рет ретімен орындайды. Қайда бастайық? яғни бізде абсолютті сыну бұрышын табу керек, яғни осындай синус альфа бөлінген синус гаммаға бөлінген жоқ. Бізде 40 градус бізде 64 болады, 25 градус бөлінген 45 және де яғни бізде абсолютті сыну бұрышы 1,5. Жақсы өте жақсы, жарайды. Берген тапсырма бұл бізде жарықтың сыну заңын анықтау. Біз осылай және жетіріп шартқа келіп дәл центрға қоямыз. Яғни осы жерде біз мына су сәулені мысалға осылай қойсақ, бізде мысалға біз 60 градусқа қойсақ, бізде 60 градуспен түседі және де 60 градуспен шағады. Және де қарап тұрсаңыздар, бізде 35 градуспен ол бізде сынады. Ал енді осы секілді біз жаңағы жарықты градусына қарай өзгертейік, яғни 30 градусқа бұрыштарға қарай өзгертейік, яғни 30 градусқа шынады, 30 градусқа қарай түседі және де 30 градус арқылы бізде шағылады және де 25 градусқа қарай сынады. Ал енді сабағымызды қорытындылау мақсатында бүгінгі сабақта қандай бағалардың өз-өзін бағалау парағы таратқан болады бүгінгі сабақтың басында, соған өздерінің бүгінгі сабақтан алған балаларын бөліп сұрайын. Сабаққа кері байланыс. Мен жарықтың сынуы туралы толық түсіндім және формула туралы жақсы түсіндім деп ойлаймын. Өзің бүгін қанша бал алдың деп ойлайсың? Қай тапсырманы орындадың? Мен бүгін тапсырмаларға жауап беріп есептер